Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабақта students book пен countable and uncountable тақырыбымен жалғасады. Countable nouns дегеніміз саналатын зат есім, uncountable nouns деген саналмайтын зат есім. Яғни оның ішіндегі and, the бұлардың барлығы артикльдер болып табылады. Some, any, much, many, a lot of дегеніміз бұл есімдіктер болып табылады, белгісіздік есімдіктер. Окей, енді біз бұлардың әрқайсысын қарастыратын болсақ, міндетті түрде мынау мен құраған, жазған кестеге қараңыздар. Бұл жерде мінекей, бұл жерде мысалға мынау an артиклін алатын болсақ, бұл an артиклі белгісіздік артикльдері. Бұны біз зат есімдердің алдында міндетті түрде қолданамыз, және де артикль дауыссыз дыбыстың алдында қолданады. Мысалға I'm a pupil. Pupil дегеніміз зат есім, оның бастапқы бірінші әрпі P болатын болғандықтан дауыссыз дыбыс, сондықтан бұған a артиклі қолданып тұр. Және де n артиклі, бұл да белгісіздік артиклі, бұл дауысты дыбыстың алдында қолданамыз. Мысалы алатын болсақ, this is an apple. Apple дегеніміз бұл жерде алма, зат есім. Бұл жерде бірінші әрпіміз бізде a дауысты дыбыспен басталып тұр, сондықтан бұл жерде n артиклін қолданып тұр. Және де n артиклі қай жерде де қолданады? Бұл жерде біз зат есім егер бірінші рет айтып тұрған болатын болсақ, ондай болса осы n артиклін қолданады екенбіз. Енді және де бұл жекеше түрде қолданады. Ал the артиклі бұл белгілілік артиклі болып табылады, және де бұл бір затты қайта-қайта айта беретін болсақ, мысалға еске түсіріп, ол айтып тұрған заттың мысалға сұрап тұрсақ та, айтсақ та ол затты белгілі болатын болса, олай болса осы the артиклін қолданады, және де бұл артиклді көпше түрде қолданады екенбіз. Мысал түрде, мысалға we are the students. Біз студенттер болып табыламыз. Бұл жерде students көпше түр болғандықтан the артиклін қолдандық. Енді much, many, a lot of. Much, many, a lot of дегеніміз бұл жерде көп, үшеуде көп деп аударамыз, бірақ әрқайсының өзіндік қолданысы бар. Мысалға much деген ол саналмайтын зат есімдерді алдына қолданамыз. Мысалға much water. Water дегеніміз бұл жерде су, сондықтан су саналмайтын болғандықтан көп су. Мысалы мен бүгін көп су іштім дейтін болса, осы much water, көп су. Ағырай many бұл жерде саналатын ғана зат есім алдында қолданамыз. Мысалға many books, көп деген кітаптар, many books. Арғарай a lot of деген бұл саналатынға да саналмайтынға да қолданады, сондықтан бұны ортақ деп алдық. Мысалға a lot of water десек те болады, немесе a lot of books десек те болады, осылай балалар. Және де some, any'ді мына жерге жазбай кетіппін. Some, any дегеніміз бұл бірнеше деп аударамыз. Some, any'ді some дегеніміз мысалға бұл тек қана жай сөйлемде қолданады. Any дегеніміз бұл болымсыз және де сұрау сөйлемдерде қолданатын есімдік болып табылады, белгісіздік есімдігі. Окей, олай болсақ, түсінікті болса, біз мынау тапсырмамен жалғастырамыз. Exercise number 1. Бұл жердегі көк сөзбен біз мына берілген ережемен сәйкестендіруіміз керек. Бірінші мысалға we use an to talk about something for the first time. Бұл жерде an артиклі бір нәрсені бірінші рет айтқан кезде осы нәрсені қолданамыз дейді. Сонда a shop болады, мінекей a shop. Енді we use an with singular countable nouns. Біз an артиклін және де жекеше түрдегі саналатын зат есімдермен бірге қолданамыз дейді. Ол бірінші, ол rule 2-ге және rule 2-ге ол sandwich болады. Ал енді үшікті көретін болсақ, we use when there is only one. Бұл жерде rule 3, the school cafeteria. Number 4, we use to talk about something again. Бұл жерде rule 4, number 4, the shop болады. Бұл жерде, яғни үште неделінген, үште біз the артиклін бір ғана зақты меңдеп тұрса, осы нәрсені қолданамыз. Қайсы, яғни the school cafeteria. Ал төртіншісінде бұл жерде бұл затты біз қайта-қайта айта берген болсақ, ол зат белгілі болса, the артиклін қолданамыз, яғни the shop.
Okay, next exercise number 2. Complete the text with an a and n, z, them. Яғни мынау артикльдерді қолдану керек. Бұл жерде біз жаңағы ережеге сай қолдануымыз керек екен. Бұның жауабы there is болады. Good cave near my school. I often go to the cave and I buy a sandwich and a fizzy drink for lunch. There is a vending machine near my classroom. I sometimes buy a chocolate bar from the machine. I never eat at the school canteen because I don't like the food. Okay, next exercise number 3. Біз берілген мына кестенің ішіндегі сөздерді қайсысы countable-ға және uncountable-ға жатады, соны біз мынау берілген кішкене ғана сөйлеммен сәйкестендіріп толтырып жазуымыз керек екен. Біріншісі uncountable, мына жерде қайсысы? Uncountable дегеніміз саналмайтын зат есімдер. There is some rice. There is much cheese. There isn't any water. Бұлардың барлығы саналмайды. Countable-ға қайсы кіреді? There are a lot of oranges. There are some flowers. There are not many vegetables. There are not any apples. So exercise number 4. Біз үшінші тапсырмаға қарап, мынау екі сөздің біреуін қарадағы берген, соны біреуін қолдануымыз керек екен. Таңдап жазуымыз керек екен. Бірінші, we always use a singular verb with uncountable nouns. Екіншісінде, we use much with uncountable nouns. Үшіншісінде, we use many with countable nouns. We use any, much and many in negative sentences. We use some, any, and a lot of with countable and uncountable nouns. So, next exercise number 5. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде тест түрінде берген, соны біреуін таңдап жазып қоюымыз керек. Яғни бұл жерде таңдап қана қоймай, мынау екі берілген сөздердің біреуін жазады екенбіз, қойып орнына. Окей, біріншісі, they don't serve much healthy food in American schools. The second, in China, they eat a lot of rice. Okay, үшінші, vegetarians don't eat any meat. Four, there are not many crisps in a healthy diet. The fifth, it's healthy to eat some fruit each day. Жауабы осылай болады. Okay, next exercise number 6. Бұл жерде біз берілген жазып қойған what do you usually eat or drink each week. Әр апта сайын сіздер әдетте не жейсіздер немесе не ішесіздер, соны жазамыз дейді. Мына сөздерді қолданып, енді мен құрағаным бойынша бұлай болады. For example, I eat some vegetables every day. I never eat any beans. Мен күн сайын көкөністерді жеп тұрамын. Мен ешқашанда бұршақты жемеймін. I don't eat many nuts. Мен көп етіп жаңғақтарды жемеймін. I drink a lot of water during the day. Күні бойы мен көп су ішемін дейді. I don't drink much tea. Мен көп шай ішпеймін. I never drink any coffee. Мен ешқашанда кофені ішпеймін. Бұл жерде байқап қарасаңыздар, some, any қолданды, many, a lot of дегендерде. Енді мына жерде оңай, some деп қолданған себебі vegetables көкөністер болып тұр. Мына жерде beans қуыршақ болғаннан кейін any болып тұр. Өйткені бұл жерде болымсыз сөйлем never. Nuts дегеніміз бұл жерде саналады, яғни жаңғақтар, many, көп. Және де мына жерде water болған соң ортақ a lot of деп алдым.
мына жерде tea шай болған соң бұл шай саналмайды ғой, сондықтан матчты жаздым. Және де кофеді жазған себебім бұл жерде сам деуге болар ма еді, бірақ бұл жерде never деп тұр. Сен болымсыз сөйлем, сондықтан any есімдігін қолдандық, белгісіз есімдігін қолдандық, иә. Окей, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаған болса лайк басып, міндетті түрде менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақты көріскенше сау болыңыздар.